Памперс қайда? Наморден боламын, памперс қайда мына? Сасып отыр мына жерде иттің істеген. Сиіп жатыр мына жерде. Сиіп түспайды, Сол жерде итті көтен жоқ па не? Ит қой енді конкретно. Сиіп ма, түшпей ма ол? Жауап бермейсің оған. Сол жерде болсын, басқа болсын. Поселкада тоқтап Жоқ. Мына жерде қазір сиіп жатса сен тазаламайсың ба? тазалай? Жоқ. Ол егер сиетін болса, сен айыппұл толтыру керек болады қазір. Бүлдірген үшін. Сен мойында ғой, иә? Сен мойында. Енді мынандай ғой бізде. Памперс болу керек па итте, мінген итте? Памперс болу керек қой бізде. Тасымалданған неде. Памперс жоқ. Мына жер сасып жатыр уже, иттің иісі. Мына жер адам тасымалдайтын пойыз, мал емес. Онда брат, түсіресің? Не рабочий тамбур ба? Жоқ. Специально емес, специально ит салатын орын болу керек мына жерде. Бізде жоқ қой қазір. Дұрыс па? Памперс жоқ, не рабочий дегенмен, мына жерге мен темекі шексем, маған айыппұл толтырып жатыр, дұрыс па? Бүлдіргенім үшін, қоғамда орында темекі шеккенім үшін, дұрыс қой? Итке де солай онда, итке де толтыру керек болады қазір. Мына жерде. Қасында тұр да конце барғанша. Түшсе, Сен қызық кетсің вообще, да? Жоқ, енді сен айтыпсың, kad тышады сөйтіп. Иә? Енді мен онда сен қасында тұрден қалай отырмын сен? Жоқ, енді сен айтыпсың. Түсінбедім мен сен кинолог. Сен айтыпсың өзіне. Енді айтып тұрмын ғой, сен қасында тұрсың да мен сұрайын ба не қасын? Қасында бақтыр. Сен қуасың ба бұттай? Мінуге болмайды деп айтып тұрмын мен ғой, памперсіз дымсыз. Памперсің кигіз болды. Алып кел маған памперс. Мен саған не үшін алып келдім, ит сенікі емес па? Билеті бар ма иттің? Билет алынған ба итке? Кешірерсің, линейный отделдың ит емес пе ол деген? Ит ол деген ненікі? Ішкі істер органдарынікі. Линейный отделдік емес, Құрманғазы ауданыныкі бұл ит деген. Бля, зайбал. Кешірерсің, неге боқтап тұрсың мен? Құрметті инспектор. Мен сен боқтап тұрған жоқпын. Боқтап тұрсың ғой енді. Мен желіге жүктейін, тағы ар жаза бер содан кейін үстіне, жарай ма? Боқтаған үшін. Енді заебал деп кімге айтыпсың? Мен саған айтып тұрған жоқпын. Білмеймін. Сіз не әдеп бетіңе айттым ба? Жоқ. Сендерде әдеп жөнінде не жүрмей ма сендерде? Қызықсыз деген. Сіздің үстіңізге ертең даудаға барып арызданамын тағы да. Жаз, пожалуйста. Сіз мені неге боқтап тұрсыз? Мен сізде әдеп нормалары бар емес пе бізде? Неге сіздер деген ой айтасыздар? Құрметті инспектор, Эдуард, құрметті. Неге? Арзана ғой үстімнен. Түсірмешпін. Арзана ғой деймін. Арзана ғой. Мен түсірмешпін. Қандай нең бар түсірмеге? Түсірмешпін. Не үшін түсірмеймін мен сені? Түсірме болды. Не үшін түсірмеймін? Түсірме болды. Не үшін түсірмеймін? Сен кім боласың? Сен кім боласың? Қазақстан Республика азаматымын. Мен де азаматымын. Азаматы болсаң итпен мініп тұрсың, сол үшін жүріп жатырмын мен сені. Сен боқтап тұрсың мені. Мен сен боқтап тұрмын. Боқтап тұрсың. Естідіңіздер ғой боқтаған, иә? Аузынан бұл кісі қазір полиция сержанты бұл кісі. Аузынан боғызып, ақ ит кіріп көк ит шығып жатыр мына жерде. Уақыт болады. Мына жер сасып отыр, иттің иісі уже деген. Сиіп салған сияқты уже, мына жер тазалатып алу керек, мына жер отырған жерін. Жуып кетсін орнын. Багаждан алып сордым да. Мемлекеттің ісін ұстамаңыздар мына жерге. Кім жауапты бұған? Далаға тастап кетпесін мемлекеттің затын. Мемлекеттің мүлкі бұл деген. Мемлекет болғанда правила перевоза багажа и груза багажа бізде деген бізді өзіміздің 611 приказ бар ғой. Алып жүруге ма? Алып жүруге емес, мына алып жүргенде сіз не ма? Болмайды ғой. Иттің несі бар ма? Мен наоборот соны түсіріп жатырмын іштен. Мына итті тастап жатыр мемлекеттің мүлкін. Инспектор, кім жауап береді мынаған? Кинолог. Итке кім жауап береді? Асылжан, мойныңа аласың ба итті? Асылжан. Шағасын да қайтады. Мойныңа аласың ба Асылжан итті? Лаптарын алып шығады қайтаға. Қазір босатып жіберсем мен. Сен жауап мойныңа аласың ба? Лаптарын алып шығады ғой. Ә? Неге тастап кетті мемлекеттің мүлкін далаға? Қазір біреу алып кетсе сен жауап бермейсің ғой, сенің мойныңда емес қой бұл деген. Мен қызық қой сен, сержант. Документтер тексердіңіздер ме сіздер мінгенде? Мүмкін ұрлық шығар бұл мемлекеттің мүлкі жалпы. Документальный дейді. Білмейсіздер ғой? Документальный не дейді, служебный дейді, ол сиіп түспей тұрып тұр, қалай нормально ма? Служебный болса, ол да көтен жауап екен. Учетта тұр болса, ұрлап кеткені болса да білмейсің ғой. Ол деген вообще дежурный емес пе? Қалай біресе кинолог, біресе дежурный болып жүр, түсінбедім мен.